Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, тағы да оразаларыңыз қабыл болсын. Мен сіздерге уәде еткендей 30 күн оразада максимальный пайдалы болу үшін күнделікті контенттер білгенімді сіздермен бөлісіп отыруға шешкенмін. Қабыл етсін, сізге де бізге де пайдалы болсын. Бүгін кривая бандура деген нәрсе айтамын мен сіздерге. Кривая бандура деген нәрсе болады. Біз жалпы кез келген істі бастаған кезде біздің мотивациямыз, біздің құлшынысымыз, біздің бір нәрсеге кірісуге деген ынта жігеріміз өте күшті болады. Прям күшті деп тұрамыз да, сол істі істеп соның ішіне кірген кезде көптеген адамдар, 99% адам артқа қайтып кетеді екен, 1% адам ғана қалады. Сол қалған адамдар түсінеді, что бұл уақытша ғана сәтсіздік, уақытша ғана қиындық, кез келген нәрседе осындай қиындық болатындығын. Ал сол сәтсіздікке шыдаған 1% адамдар жаңағы шұңқырға түсіп барып, ямаға дейді ғой, түсіп барып көтеріледі. Ол көтерілген адамдар қайтып уже бағындырмайтын белесі болмайды. Сондықтан кривая бандурада қорықпаңыз. Кез келген, тіпті тамақ пісірсеңіз де, кітап оқысаңыз да, бірдеңе бастағыңыз келсе де, бизнесте де, жаңағы кез келген бір нәрсе істеген кезде жаңағыдай жалығу сезімі деген сияқты ғой, ішінде қиындық, сәтсіздік сияқты болады. Сіздің өміріңізде сәтсіздік болып жатқан болса, бір нәрсе дұрыс болмай жатса, түсініңіз, бұл осындай кезең. Сәл шыдаңыз, осыдан шығасыз, сіз ұшасыз ғой биікке. Сондықтан осының тұзағына түсіп қалмаңыз. Тек қана жетістікке жеткіңіз келетін болса, сәл сәтсіздіктер, ол сәтсіздіктен кейін жеңістер бар. Жалпы кез келген таудан ассаңыз, ар жағы ылди. Немесе биікке шықсаңыз, төмен қарай түсе аласыз. Өрлеу қашанда қиын. Сондықтан өрлеудің кішкене ғана сәтсіздігінде сабыр етіңіз. Алла биік жетістіктерден көрінуді нәсіп етсін.